Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін өте дәмді әрі тез жасалатын тойымды салаттардың бірі бауыр салатын жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар бауыр, сәбіз, пияз, чеснок және аскөк, укроп керек болады біздерге. Ең алдымен пиязымызды жіңішкелеп турап аламыз. Бізге бір бас пияз жетеді. Отбасыларыңыздың санына қарап көбейтсеңіздер болады. Сәбізімізді де үткіштен өткізіп аламыз. Аскөгімізді және чесногымызды да майдалап турап аламыз. Енді салқын суымызға бауырымызды салып, ешқандай тұз қоспаймыз. Баяу отта 10 минут қайнатып аламыз. Бауырларымызды осындай ұзын-ұзын етіп турап алдық. Біздің бауырымыз баяу отта қайнау керек. 10 минут қана қайнатасыздар. Бізге сол жеткілікті. 10 минут қайнағаннан кейін бауырымызды мұздай сумен бір шайып аламыз. Енді мұздаған бауырымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстінен туралған пиязымызды, өткіштен өткізілген сәбізімізді салып аламыз. Және укропымызды, чесногымызды барлығын салып аламыз. Енді бізге дәмдеуіштер қосамыз. Бізде бір шай қасық паприка саламыз. Жарты шай қасық қызыл бұрыш, яғни ащы бұрыш саламыз. Және бір шай қасық тұз саламыз. Енді бізге керек болады уксус, бір шай қасық. Және соевый соус қосамыз. 2-3 шай қасық қоссаңыздар жеткілікті. Енді осының үстіне қызып тұрған майымызды құямыз. Жарты шай кеседей майымызды құямыз. Және салатымызды жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне майлары тию керек. Қолмен де араластырсаңыздар болады. Өте дәмді салаттардың бірі болады. Оңай жасалады. Үйдегі барлық заттардан, қарапайым заттардан осындай әдемі салаттар жасап, кез келген дастархандарыңызға, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Міне біздің салатымыз жақсылап араласты. 2-3 минут осындай араластырып алыңыздар. Енді салатымыздың бетін жауып, 3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сол кезде біздің салатымыз одан да жақсы дәмді болып шығады. Міне біздің салатымыз дайын. 3 сағат уақыт өтті. Тағы да бір рет араластырып аламыз. Енді ыдыстарымызға салып, дастарханымызға тартсақ болады. Өте дәмді салат. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантып, кез келген қонақтарыңызға да дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа түрлі оңай әрі тез жасалатын рецепттер бар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын болды. Қараңыздар, бауыр қандай жұп-жұмсақ болып, өте дәмді салаттардың бірі. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауды ұмытпаңыздар.